Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге қазағымыздың ұлттық тіске басарларының тағамдарының бірі әсіп дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін қажетті заттар: мен қойдың өкпесін, бауырын алдым және іш майын, тұз, бұрыш дәміне қарай, пияз, сарымсақ, тәтті бұрыш және күріш. Күрішіміздің үстіне ыстық қайнаған суымызды құйып, бір шетке қалдырып қоямыз. Күрішіміз жібіп тұратын болады. Енді тәтті бұрыштарымызды осылай майдалап, турап алатын боламыз. Сарымсағымызды да өте майдалап турап аламыз, немесе осылай басып, майдалап турап жіберсеңіздер болады. Әсібімізге ерекше дәм береді сарымсағымыз. Пиязымызды да майдалап турап аламыз. Барлығын үлкендеу ыдысқа салып алдым, араластыратын. Енді өкпемізді мен бір қайнатып алдым. Арасындағы осындай қажет емес жерлерін барлығын кесіп алып тастайтын боламыз. Және ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп, барлығын майда бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Өкпені, бауырды, жүректі қосып, және тоқшектерді қосып дайындай берсеңіздер де өте дәмді болып шығатын болады. Бауырларымызды дәл солай қажет емес жерлерін кесіп аламыз және ет тартқышқа ыңғайлы етіп, ұсақтап турап алатын боламыз. Енді ет тартқышымызды қосып, өткізіп аламыз. Іш майымызды қосып өткізіп жібердім. Күрішіміз кішкене ісініп үлкейді көлемі. Суын барлығын төгіп, 2-3 рет таза сумен шайып, ыдысымызға салатын боламыз. Тұзын, қара бұрышын саламыз. Басқа да приправалар сала берсеңіз болады, өздеріңізге ұнайтын. Жақсылап араластырамыз енді қолымызбен. Міне, шеңіміздің арасына салатын салмасы дайын болды. Бір шетке қалдырып қойыңыздар. Менде біреуі сиырдың ішегі, біреуі қойдың бүйіні. Барлығын жуып тазалап алдым. Егер сіздерде ет тартқыштың бұндай насаткасы болмаса, жай қарапайым баклажканың басын кесіп, сонымен шегіміздің аузын сол баклажканың аузына салып, сала берсеңіздер болады. Өте оңай салынады. Міне, қатты тығыздамаймыз, осылай бостау етіп салып шығамыз және басын тігіп қоятын боламыз. Ішіндегі ауасын шығарып аламыз, ішегіміздің ішіндегі. Үстін кішкене басып, сосын аузын жақсылап тігіп қоятын боламыз. Өте дәмді тіске басарлардың бірі. Екеуіне де дәл солай етіп жасап алдым. Енді қайнататын боламыз. Қазанымызға салқын суымызды құйып, үстінен саламыз әсіптерімізді. Осылай суға батыңқырап тұруы керек. Бір шай қасық толтырып осылай тұзымызды саламыз. Тұз көп салудың қажеті жоқ, өйткені арасында тұзы бар. Отымызды қосып, қақпағын жабамыз және осылай зубочисткамен немесе инеменен әр жеріне тесіп шығатын боламыз. Қайнағанша күтеміз, бетін жауып. Қайнағаннан кейін көбігін барлығын осылай алып тастайтын боламыз. Көбігін алып болғаннан кейін қазанымызды бір қайнап шыққаннан кейін астын отты пәсейтіп қоямыз. 25 минут пісіріп алатын боламыз. Тағы да бір рет осылай барлығын тесіп шығамыз. Жай отта осылай қайнататын боламыз. 15 минут қайнағаннан соң қақпағын ашып, келесі бетін аударатын боламыз. Сонда барлық жері бір келкі болып
пісетін болады асіптеріміздің. Міне асіптеріміз пісіп шықты. Отымызды өшіріп сүзіп алдым, суытып алдым. Енді арасын кесіп көрсететін боламын. Міне осылай жұқалап кесіп шығамыз. Дастарханға асардық ретінде пайдалансаңыздар да болады, немесе ыстық тағамның бетіне қойып жесеңіздер де болады. Дәл осылай болып шығады. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып, комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. Келесі кездескенше.